Армысыздар ағайын. Бүгін біз сана сезім туралы әңгіме жүргіземіз. Сана сезім дегеніміз ол дүниетанымдық қаруға өте тікелей байланысы бар. Ал сіздер білесіздер, дүниетанымдық қару деген ол әлемдегі ең мықты қару. Одан асқан қару жоқ. Сонымен сана сезім туралы айтатын болсақ, олар әр адамда бар. Әр адамның басы сол сана сезіміне қарай өмір сүреді, шешім қабылдайды. Және сол шешімнен, істеген ісінен нәтиже қорытынды шығарады. Міне сол сана сезіміне қарай адамдарды, жалпы адамдарды, жер бетіндегі барлық адамдарды 4 топқа бөлуге болады. Солардың біріншісі, ондай адамдар бүкіл өмірін, бүкіл болмысын және шешім қабылдау әдісін нәпсісіне бере салған. Өзінің нәпсісінен аса алмай қалған. Мысалы, қарын ашса, барады да ұрлап алады, тартып алады. Бір рахат, ләззат алғысы келсе, барады да зорлайды. Қоғамдағы бар заңдарға пысқырмайды, қарамайды. Әдет, ғұрып дегендердің бәріне мойынсұнбайды. Ондай адамдарды сіздер күнде көресіздер. Егер мына үйдегі қоқым-соқымды апарып, арнайы орындарға барып лақтыру үшін барсаңыз, сол жерде ондай адамдар көбінесе жатады. Немесе жаздың күні көше бойы көрінген жерде оларды көруге болады. Олар біздің заң бойынша, қоғамның заңы бойынша адам болып есептеле ме? Есептеледі. Бірақ олар сол адамға қаншалықты жақындап біле білді? Жақындай алды ма сол адамның қатарына? Міне сондай сана сезіммен өмір сүретін адамдарды хайуани сана сезім деп есептейді. Ондай адамдар бүкіл болмысын, бүкіл ісін сол хайуани сезімдерді қанағаттандыру үшін өмір сүреді. Тіпті жұмысқа орналасса да, киімін кисе де, бүкіл істеген ісі тек қана сол нәпсісінің құлы болып, соның қалауын істеу үшін ғана өмір сүрген адамдар. Ондай адамдар өте көп, оны білесіздер. Бұл хайуани сана сезіммен өмір сүретін адамдар. Бірінші топ. Енді ары қарай кеттік. Екінші топ. Екінші топтың адамдары, олар өзінің нәпсісін тия біледі. Бірақ бүкіл өмірін сол бір әдетке бағындырады, тәртіпке бағындырады. Одан ары бармайды. Ондай адамдар сол өмірі қалай қалыптасады, соған қарай алған білімін алады, үйренеді. Және сол үйренгенімен ары қарай өмір сүреді. Жаңаға ұмтылмайды, жаңа заттан қорқады, бас ауырады. Барып кітап оқысаш, кішкене бір жаңа затты үйренсеш десе, кәдімгідей ауырып қалады. Өйткені үйренбеген. Өйткені өзінің санасын, ақыл ойын тәртіпке салмаған. Сондықтан тек сол бір Алла жазып басына түскен тағдыры бойынша білгенін білді, үйренді, сонымен ғана өмір сүреді. Ал енді қараңыздар, міне сондай адам қоғамда бар, оны сіздер күнде көріп жүрсіздер. Сіз бір күні басыңызға күн түсіп, сондай адамның алдына барасыз, айтасыз: айналайын, адамша міне осылай жасайықшы десе, ол бетіңе қарап тұрады да айтады: тәртіп бойынша олай болмайды дейді. Сосын ол адам ғой, ертеңгі күні сен обалыңа қаласың. Істесеш бірдеңе, жасайық, дұрыстап, адамша жасайық. Тәртіпті де өзгертуге болады ғой десе, жоқ, тәртіпті өзгертпейміз, басын алу керек болса басын аламыз деп, шаш алатын жерде басын алып жіберетін, осындай тәртіптен ғана аса алмайтын. Қарап тұрсаңыз, түбінде ондай адамдар жауапкершіліктен қорқады. Міне сондықтан бүкіл жауапкершілігін тәртіпке аудара салған. Тәртіп бойынша, әдіс бойынша, приказ бойынша, бұйрық бойынша, әдістеме бойынша осылай істеу керек болды. Маған ешқандай сұрақ қоймаңыздар, мен бұл жерде жауап бермеймін деген, өзінің мойнына жауапкершілікті алуды үйренбеген адамдар робот тәрізді, зомби тәрізді өмір сүреді. Міне сондай адамдар біздің қоғамымызда өте көп. Сіздер ондай адамдармен күнде кездесетін шығарсыздар. Міне сондай адамдардың сана сезімі робот, биоробот сана сезімімен жұмыс істейді. Сондықтан сондай екінші топтағы адамдарды биоробот сана сезімімен өмір сүретін, немесе зомби сана сезімімен өмір сүретін адам деп айтамыз. Енді қараңыздар, үшінші топ. Ондай топта адамдар көп емес. Ондай адамдар өте жоғары ақыл иесі, өте ақылды кісілер. Білімі де жоғары,
және жаңа білімді алуды тоқтатпайды. Жаңа білімді үнемі алып жүреді. Ондай адамдар өзінің нәпсісін тия біледі, өзіне керек әдеттерді қабылдайды, керек жоқ әдеттерді қабылдамайды. Бірақ шешім қабылдаған кезде өзінің жеке басын бірінші орынға қояды. Бірінші өзінің пайдасын ғана ойлайды. Одан кейін барып басқалардың пайдасын, одан кейін барып өзіне керек адамдардың пайдасын, одан кейін барып қалғандарын ойлайды. Сонда табиғат, халық, жер, экология, тіпті Құдай, солардың бәрі алыстағы орындарға апарып қояды. Тіпті сол ойында болса егер. Міне осындай адам сайтани сана сезіммен өмір сүреді. Бұл үшінші топта адамдар. Ондай адамдарды сіздер көре аласыздар, көбінесе жоғары лауазымды шенеуніктердің орындарында немесе мекемелердің бастықтары болып келеді сондай адамдар. Жеке басынан ғана ойы аса алмай қалатын. Ал енді қараңыздар, үш топты айттық, енді төртінші топқа келеміз. Төртінші топтың адамдары тағы да солай нәпсісін тия білген, керек әдеттерін өздеріне қолданады, керек жоқ әдеттерді, әдістерді, тәртіптерді алыстатады. Ондай адамдар өзінің тәнін уландырмайды, арақпен, темекімен, басқа да бір улы заттармен уландырмайды. Ондай адамдар өздерінің денін, тәнін тәртіпке салып жақсы қарайды. Өйткені тәннің өзі үшін ертеңгі күні Құдайдың алдында жауап беретіні туралы ұмытпайды. Және шешім қабылдаған кезде ең алдымен Құдайдың жоспарын, халықтың мүддесін, экологияны, елді, жерді бірінші орынға қояды. Және өзінің түсінігі бойынша міне осыларға лайықты қылып шешім қабылдайтындай қылып түйін шығарады да, сосын Құдайдан аян күтеді. Қарайды, Құдайдың өзіне сұрақ қояды. Міне осылай істесем болар ма екен? Бір аян түсіріп, бір ақыл кеңесіңді берсең маған деп. Және сол шешімге қарай өзінің болмысын да икемдейді, өзгертеді. Өзін өзгертуге әрқашанда дайын тұрады. Мына сайтани сана сезіммен өмір сүретін адамдар, олар өздерін өте қиын өзгертеді. Олар бүкіл әлем мен үшін ғана өзгертсін деген қағидамен өмір сүреді. Ал мына төртінші топ адамдары шын мәнінде тек солар ғана адам қатарына жете білген адамдар. Тек солар ғана өзін адаммын деп есептей алады. Және соларды адами сана сезіммен өмір сүреді деп айтуға болады. Міне осындай төрт топтың статистикасын есептейтін болсақ, онда ғаламторға барып үңілейік. Ғаламторда ең көп сайттардың қарайтын қандай сайт деп қарасақ, ол порнография, тірі жалаңаш қатындардың суреті. Міне қараңыздар, бүкіл жер бетіндегі адамдардың жаппай басым көпшілік халықтарының көбі сол порнографияны қарайды. Ол не деген сөз? Олар хайуани сана сезімнен аса алмай қалған, өздерінің нәпсісін тия алмай қалған, өздерінің нәпсінің құлы болып айналған адамдар. Қаншама көп сондай адамдар. Жарайды, бұл бірінші топ делік. Енді екінші орында кім деп есептесек, екінші орында ғаламторда компьютерлік ойындар. Сонда қараңыздар, қаншама адамдар сол компьютерлік ойындарға кіреді екен. Ал ол не деген сөз? Ол кәдімгі биоробот зомбилардың сана сезімі. Енді үшінші топқа келсек, олар көбінесе жаңа айтқандай жоғары лауазымды орындарды алады. Сонда олардың шешім қабылдауында қандай ой тұрады бастарында? Сонда адами сана сезімде қалған адамдар қайда қалды? Олардың саны өте аз. Өйткені жалпы кез келген адамды адами сана сезімге жеткізу деген ол әрбір адамның өзінің жеке басының ісі. Ешкім сізді қолыңыздан жетектеп адам қатарына қоса алмайды. Ол мүмкін, егер сіз 7 жасқа толмаған болсаңыз, мысалы туғанынан бастап 7 жасқа дейін, жеткенше дейін сізге тәрбие берген адамдар дұрыс тәрбие бере алса, онда сіз адам қатарына қосыласыз.
Ал егер содан тыс қалсаңыз, сондайдан мүмкіндіктен қол үзіп қалсаңыз, онда ары қарай адам болу сіздің жеке басыңыздың шаруаңыз. Сіз егер сол адам қатарына қосыла білсеңіз, онда ол сіздің бағыңыз. Қосылмасаңыз, онда сіз алдыңғы 3 топтың бір мүшесі болып қаласыз. Енді қараңыз, біздің бүгінгі мемлекетіміздің насихат саясатына қараңыз. Жалпы кез келген мемлекет жер бетінде ондай бөлектеніп тұрған, жеке дара басқа тәрбие беретін, насихат беретін мемлекет жоқ. Сондықтан іздеп басқа тұрудың қажеті жоқ. Сіз Қазақстанның насихатын, жүріп жатқан насихатын қараңыздар. Қандай насихаттап жатыр? Кімді дайындап жатыр? Қоғам, біздің білім министрлігі, біздің басқа да министрлігіміз, мемлекет тарапынан қандай насихат жүріп жатыр? Барлық жаппай халықты биороботқа айналдыру. Өзіңіз қараңыздар, перзентханадан басталып, конвейер ретінде роботтарды туғыздырып жатыр. Одан кейін балабақшада кімді туғызады? Роботтарды. Одан мемлекет тарапынан мектептерде кімді дайындайды? Қайтадан сол биороботтарды. Ал сонда сайтани сана сезімде кім дайындап жатыр деген сұрақ туады. Ал оған жауап жеке мекемелер, оқуы өте қымбат тұратын жекеменшік мектеп орындары. Ол жерге тек бай адамдар ғана өздерінің балаларын береді. Бір жылдық оқу бағасының төлемі 3 миллион немесе одан жоғары теңге болады. Міне сондай жерде оқытатын тәртібі сен мықтысың. Дүние жүзінде ең мықты сен, ақыл есі сен, басқалар саған бағыну керек. Сен оларға ақыл есі болып кеңес айтып басқару керексің деген қағидамен тәлім береді. Ертеңгі күні ондай адам кім болып өседі? Айтыңызшы, қай бір мекемеде, айналайын, аспанда бүкіл әлемді билеп жатқан ол Құдай. Ертеңгі күні әрбір ісіңді Құдайдың алдында жауап бересің. Арың мен ұятыңды ардақта, біреудің алап жібін аттама. Әрқашанда адамның қасиетін қастерле деген қағидаларды қай мектептерде оқытып жатыр? Қай пәннен соны үйретіп жатыр? Сондай оқытып жатқан мұғалімдер бар ма? Бүгінгі күні мұғалімдерді кәдімгідей өмірлерін өте жаман қиындатып жіберді. Мұғалімдер бүгінгі күні алатын айлығы аз, ал істейтін жұмысы өте көп. Сонда олар жасөспірім балалардан адамды тәрбие алатын уақыты қалмайды. Міне осындай айта берсек әңгімесі көп, бірақ сол сөзімнің дәлелі ретінде сіздерге Құраннан бір үзінді оқып берейін. Ол Құранның 7-ші сүресі, Ағраф сүресі, соның 179-ші аяты. Ол жерде былай делінген, қараңыздар. Рас, тозақ үшінде көптеген жын адамдар жараттық. Олардың жүректері бар, алайда олар онымен түсінбейді. Көздері бар, онымен көрмейді. Және олардың құлақтары бар, ол арқылы естімейді. Олар хайуан тәрізді, тіпті одан ары адасуда. Міне солар мүлде қаперсіздер. Қараңыздар, біздің қоғам қандай қоғам болып шықты? Ал ертеңгі күні Құдай бізді құтқарады, Құдай бізді өз қамқорлығына алады деген сөз осы 4 сана сезімде өмір сүретін қайсысына қолайлы келеді? Қайсысына жарасымды болып келеді? Өздеріңіз ойлаңыздар. Және сол адами сана сезімге жету, оны ешкімге жасай алмайды. Жаңа айтып кеткендей, 7 жасқа дейін тәрбие бере алады, болды. Ал егер оған жете алмай қалса, мысалы, жетім балалар үйін алайық. Кім оларды сол тәрбиеге беріп атқан? Ал ол қарап тұрсаңыз, тек қана әр адамның өзінің жеке басының шаруасы. Сіз өзіңіз осыған тартпасаңыз, басқа ешкім сізді сол жаққа апара алмайды. Ол мүмкін емес. Мұны осы туралы ойланыңыздар. Осымен бүгінше әңгімеміз тамам. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар, ағайын.